Төлен әбдік. Тозақ оттары шымыңдайды. Ұзын бойлы, көзілдірікті кісі өзінің сабырлы, тәкәппар кейпімен саркыдыр татқан жас шамасына қарамай, жеңілтек асығыстықпен есікті лақтырып ашып ішке кірді. «Эдуард Бейкер мырзаның операциясы бітіп кетті ме?» деді басқа елдік акцентпен ентіге сөйлеп. Содан кейін зиялы адамдарға тән инабатты жөн жобаны бұзып алғанына өкінгендей, «Ғафу өтінем», деді қолын кеудесіне апарып. «Сәлематсыз ба?» Швейцар шал талай шетелдік қонақтарды өз қолымен қабылдаған, шеншекпенді көп көрген, оның үстіне аса лауазымды мекеменің қызметшісі болғандықтан түк абдырамай, сырттан балаша жүгіріп енудің әбестік екенін көзімен білдіріп, әлі ырғалып тұрған айналмалы әйнек есікке безбүйректене біраз қарады. «Бітіп кетті», деді содан кейін. «Әрине, бітіп кетті. Кеш қалдыңыз. Енді мырза ешкімді де қабылдамайды. Өзіңіз ойлаңызшы. 4 сағаттық операциядан соң дұрыстап бір тынығу қажет қой. Солай емес пе?» «Жоқ, өзіңіз айтыңызшы. Солай емес пе?» Осыны ол тап Бейкер мырза емес, өзі тынығатындай аса бір кейістікпен айтты. «Ендеше мынаны білгім келеді. Ол кісі қазір осында ма? Жоқ, үйінде ме?» Швейцарға бұл сұрақ ұнамай қалды. «Қабылдамайтын болған соң, бәрібір емес пе?» деді қабағын шытып. Бірақ осы тұста өзінің тым артық кеткенін сезе қойды да. «Дегенмен сізге қажет болып тұрса, айтуға болады. Ол кісі қазір кабинетінде», деп түсін жылтты. «Асығыс болмасаңыз күтуіңізге болады. Шығып қалар». «Тегі қателессем ғафу өтінем. Французсыз ба?» деді швейцар әңгіме туып кетер деген үмітпен. Өйткені ол таңертеңнен кешке дейін жалғыз отыратында, зерігіп, сөйлесетін адам іздейтін. «Италияданмын», деді шетелдік кісі сұраққа мән бермей. «Сонда қанша күтер екем?» «20 минут», деді швейцар бұл сұраққа мән бермей. «Бейкер мырзада істегеніме қазір аттай 5 жыл. Шетелдіктерді түсінен ажыратуға машықтанып алғам. Сол әдетпен жобалап едім, сәл-пәл қателескен екем. Кешіріңіз». «Иә». «Оқа емес. Отыруға бола ма?» «О, әрине мырза. Отырыңыз». Швейцар серік табылғанына қуанып кеткендей, қалтасынан қоңыршыт орамалын алып, айқынырақ көру үшін жіппен байлап құрастырылған ескі көзілдірігінің әйнегін ыса бастады. Кескіні салқын көрінгенмен, шетелдік қонақ кішіпейіл, ашық мінезді адам болып шықты. «Сіз бәлкім естіген шығарсыз. Операция қалай аяқталды екен?» деді әңгімені өзі бастап. «Қалай аяқталушы еді?» деді швейцар осынау жер-жердің бәрін шулатып жатқан ұлы оқиғаға бойы үйренген бейтарап пішінмен. «Әдеттегідей өте сәтті аяқталды. Несін айтасыз? Бейкер мырза топырақтан адам жаратқан жоқ. Қалғанының бәрін жасап жатыр емес пе? Керемет қой, керемет». Швейцар сол кереметке өзінің де қатысы бардай, мүжілген ескі тістерін көрсетіп, мақтанышпен ыржия күлді. Бірақ ол мұнымен тоқтап қала алмады. Өйткені бұл тақырып оның ең жақсы білетін негізгі тақырыбы еді. Сондықтан, «Мәселен», деді сөзін жалғап. «Мәселен, мен өзім өткен күздегі операцияның куәсі болдым. Жер-жерден дәрігер дегендерін қаптап кетті. Киноға түсіретіндер сыймай кеткен соң, маған енді ешкімді босатпа деп тапсырған. Есікті бекіттім де, бер жағынан мен де бардым. Барған соң құлақ салып тыңдаймын ғой баяғы. Түрлі сөз. Науқастың өмірін сақтап қалуға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Ақылға сыймайды десті біреулер. Біреулер тіпті өлетінін доктор Бейкердің өзі де біледі. Операцияны әшейін реклама үшін жасап жатыр десті. Ақыры не болды? Өзіңіз оқыған шығарсыз. Операция сәтті шықты. Ол үшін тек уақыттан ұту керек екен. Эдуард Бейкер 11 сағаттық операцияны 4 сағатта аяқтаған. Феномен. Медицинадағы феномен. Моргтен неше адамды тірілткенін естіп едіңіз? Инфаркттан өлген адамды 30 минуттың ішінде жеткізсе құтқаруға болады, дейді доктор Бейкер. Ол пікірді шындығында мен де қолдаймын. Себебі мен өзім де медик болдым ғой. Рас, тастап кеттім. Күн көріс, тіршілік. Швейцар әңгімені өзіне қарай сәтті бұрып алғаннан кейін өзі туралы да рахаттана баяндағысы келіп бір тұрды да,
алдында тұрған адамның шетелдік екенін ықылассыз мойындап мүдіріп қалды. Төніп келген ажалдан кімді құтқармады бұл? Шын мәнінде медицина тәңірісі ғой. Осындай бір мақсатына жеткен армансыз адам болатын болу керек дүниеде. Доктордың бала шағасы бар шығар, деді шетелдік кісі оның сөзін бөліп. Баласы жоқ, әйелі де жоқ. Неге екенін бір тәңірім білсін. Ғылымға беріліп кеткеннен деп те айтады. Кім білген? Өзіңіз де медицина жағынан шығарсыз? Жоқ, журналистпін. Солай ма еді? Сіз маған мынаны айтыңызшы, журналист мырза. Доктор Бейкер адам жасын ұзартатын дәрі жасап жатқан көрінеді. Сонда біз қайда барамыз? Ауру өлмейді, кәрі өлмейді. Жер бетіне қалай сиямыз, ал? Адамдардың жер бетіне сыймай қалатыны швейцарға біртүрлі қызық боп көрінді де, жөтелген секілді булыға күліп, көзінің астымен журналистке сығырая қарады. Әзіл журналистке әсер еткен жоқ. Швейцарға суретке қарағандай тесіле қадалып, ойланып қалды. Доктор келе жатыр, деп сыбырлады швейцар коридор түкпірінен дабырлай сөйлескен бір топ адамды көрсетіп. Ортадағысы доктор Бейкер. Оның оң жағында академик Клейтман. Сол жақ шеттегі доктор Холл. Жалпақ, күңгірт көзілдірік киген, ұзын бойлы, ерекше тіп-тік доктор Бейкер бейтаныс қонаққа жақындап келіп. Сіз мені күтіп тұрсыз ба? Деді тәкаппарлықтан туатын батылынмен. Дәл солай, доктор Бейкер. Операцияңызға үлгере алмадым. Қайдансыз? Италиядан келдім. Ливина Палеттелли. Журналистпін. Қуаныштымын. Не қалайсыз? Доктор Бейкер, мен сізді операция столының жанынан көрмек болып келіп едім. Әлбетте, шешенді мінбеден көрген абзал ғой. Доктор Бейкер әрине ғой дегендей басын изеді. Бірақ ол тілегім орындалмады. Ендігі тілегім, қабыл көрсеңіз, сізбен тілдесу. Рұқсат етіңіз, доктор Бейкер. Сізбен жолығысудың мен үшін қаншалықты қуаныш екенін айтып жатудың қажеті болмас. Доктор Бейкер мұндай сөздің талайын естігем дегендей паркет еденге қарап тағы да басын изеді. Журналистердің көп мазалайтыны рас. Оның үстіне қазір менің тынығатын уақытым. Доктор журналистің бетіне сынай қарады да, ұнатқан пішінмен, егер тым ауыр сұрақтар қойып қинамасаңыз, деді балаға жымиғандай жымиып. 1 сағат уақытымды үйдегі кабинетімде сізбен әңгімелесіп өткізуге ризамын. Журналист мұндай бақытты тіпті күтпеген екен. Дей берді қайталап. Сізге үлкен рахмет, доктор Бейкер. Сыртқа шыққан соң доктор жанындағылармен қол алысып қоштасты да, журналистке бұрылып, машинаны иегімен көрсетті. Отырыңыз. Доктор жол бойы тіс жарып үн қатпады. Тіпті машинадан түсіп жақтаулары алтында жарқыраған сұр басқышпен жоғары өрлеп, кең коридор бойында алжапқыш байлаған қызметші әйелдердің кейбірімен амандасып, қаңқа сүйекке, қан тамырлары адырайған жалаңаш мүсіндерге толы бірнеше бөлмелі зәулім кабинетке енгенде де үн қатпады. Терезесі күн шығысқа қараған түпкі бөлмеге кіргенде барып, Сеньор Палеттелли, отырыңыз, деді креслоны нұсқап. Журналист осынша байлықпен сән салтанаттың ғылым адамына қанша қажеті болғанына түсінбей, қабырғадағы алтын рамаларға салынған Рубенстің арыстан алауы мен Брюлловтың Помпейдің ақырғы күніне, тағы басқа толып жатқан портреттерге, сувенирлерге, асыл тастармен әшекейленген парсы кілемдеріне, доктор Бейкердің мәрмәр тұғыр үстіндегі от сәулесінде жарқыраған алтын бюстіне таңырқай қарады. Шамасы, сыйлықтар тұратын бөлме болды ғой, деп ойлады ішінен. Доктор Бейкер креслоға шалқая отырып галстугын кеңейтті. Сеньор Палеттелли, дей берді де, әлдене есіне түскендей. Тоқтай тұрыңызшы, деді ойланып. Сіз осы ЮНЕСКО-ға жазып тұратын Ливина Палеттелли емессіз бе? Дұрыс айтасыз, соның өзімін. Иә, сіздің саяси тақырыпқа жазған бірнеше мақалаңызды көргенмін. Рас, толық оқып шығуға мүмкіншілік болған жоқ. Дәлірек айтсам, уақытым болмады. Уақыт дегеніңіз алтыннан қымбат болып тұрған заман ғой қазір. Ал енді құлағым сізде. Доктор, сіздің медицина саласындағы ұлы жеңістеріңіз сізге дейінгі тарихтағы ғылымдардың ешбірінде болып көрген жоқ. Осы бір әлдеқашан мойындалған ақиқатты әркім өзінше дәлелдейді. Біреулер сіздің басыңызға қонған ерекше бақыт десе, біреулер уақыт тудырған құбылыс деп қарайды. Енді біреулер дәлелдеуге сыймайтын мистицизмге тірейді.
Мұның бәрі де сайып келгенде бірыңғай бір жақты пікірлер деп ойлаймын. Дегенмен, осы жайында өзіңіз не айтар екенсіз? Тегінде адамның өзі жайлы сөйлегеннен қиын нәрсе жоқ. Әлгі айтылған бір жақты пікірлер жайлы да ештеңе айтқым келмейді, деді доктор солқылдақ креслода тербелген күйге асықпай сигарын тұтатып. Шындығында, белгілі бір құбылыстың бір ғана себебі болуы мүмкін емес. Тарихи себеп, әлеуметтік себеп, биологиялық себеп, физикалық себеп, философиялық себеп. Тағы сол сияқты дегендей толып жатыр ғой. Ал творчество адамын биікке шырқырататын құдіретті күштер білім, еңбек, ерік күші және интуиция. Ұлы жаңалықтарда осының ең соңғысы басым болады. Ал маған келетін болсақ, менің творчестволық методымда бір ғана өзгешелік бар. Ол шектелу. Яғни, қалай деп айтсам екен, өз бойыңдағы барлық күш-қуатыңды бір нүктеге қадау. Медицинада мыңдаған нүкте бар. Мен қалған нүктелерге көңіл аудармаймын. Сіз сенесіз бе? Деді кенет доктор күлімсіреп. Мен медицинаның кейбір қарапайым мәселелерінен түк сезбеймін. Иә, бір өтірігі жоқ. Есесіне, мен маңызды нүктелерді жақсы айырамын. Сондықтан да осы уақытқа дейін менің алдымнан о дүниеге аттанған ешкім жоқ. Азаматтық борыш пен ғылыми мақсат жайлы не айтасыз? Бұл екеуінің арасында қайшылық бар дегенге мен түсінбеймін. Борышым жалпы адамзат мүддесіне қызмет ету. Сондықтан да менің объектілерім бұған дейін медицинаға берілмей келген ең басты қатерлі кеселдер. Менімен 10 жыл бойына жекпе-жекке түскен сол дертке барша адамзат дауа күткелі қай заман? Альберт Нобель бәйге тіккеннен бері де осы дертке шипа іздеп басын байлаған қанша ғалым өтті. Қанша уақыт өтті, қаншама ұлы адам құрбан болды. Бірақ мен жүрексінгенім жоқ. Жауласпаққа да дәл осы қатерлі дертті ақиқат ажалды таңдап алдым. Гете шал айтқандай, орындалған ұсақ мақсаттан орындалмаса да биік мақсат артық қой қашанда. Ақыры мен жеңдім. Мақсатыма жеттім. Рас. Доктор аузына дәмсіз бірдеңе түсіп кеткендей бетін тыжырайтып үндемей қалды да. Рас, деді тағы да. Адамзаттың бір маған тіреліп тұрған ештеңесі жоқ. Мен болмағаннан ештеңесі әдіре қалып, құрымастайды. Сөйтсе де... Доктор Бейкер сөзін аяқтаған жоқ, сигарын созып отыра берді. Журналист докторның қызыл күрең, ашаң жүзіне қарап отырып швейцар шалдың араб дейді, еврей деп біреу айтады деген сөзін есіне түсірді. Доктор Бейкер креслосын тағы да тербеп жіберді де, сосын не айтуға болады, деді қолын жайып. Мақала жазсаңыз, осыларды толықтырып бірдеңе дей саларсыз. Сізге тағы бір сұрақ. Өз мемлекетіңіздің өзге халықтармен қарым-қатынаста ұстап отырған саясатына қалай қарайсыз? Сеньор Политтелли, деді доктор қатқыл үнмен. Мен саясатпен айналыспаймын. Журналист төмен қарап үндемей қалды да. Саясат Оппенгеймердің даңқына зиянын тигізген жоқ қой, деді ақырын ғана. Ал сіз маған Оппенгеймердің саяси қайраткерлігінен адамзатқа теген игілікті айтып беріңізші. Иә, айтып беріңізші. Ол бөгемек болған зұлымдықтың дәмін халық бәрібір татты. Нәтиже бермеген әрекеттің бәрі әурешілік деп қана аталады. Тарихтың өз заңы, өз стихиясы бар. Оны бұзуға сіз бен біздің шамамыз жетпейді. Тіршіліктің даму заңы үнемі адамдардың пайдасына шешілетін шығынсыз сәттіліктен ғана тұрса деп тілеудің өзі қандай аңқаулық десеңші. Тарихтың мына тұсында бәленше бүйтіп қателеспегенде жағдай басқаша болатын еді деу. Алғашқы дәуірдегі динозаврлар табиғат кенет суытып кетпегенде құрып кетпей тірі қалатын еді деген секілді қиял ғой. Болмаса, сол мұз дәуірінің басталуының өзі белгілі бір қажеттіліктен туып отырған табиғи жайт емес пе? Доктор сағатына қарады да, қарсы болмасаңыз, осымен әңгімемізді доғарайық, деді. Менімен бір партия шахмат ойнауға қалайсыз? Ол осыны айтып, өзіне ешкім қарсы келіп көрмеген дағдымен жауап күтпей, кнопканы басып, шахмат әкеп тігуге қызметшісін шақырды. Доктордың тастан қашылған әлпеттей жадырап, түнеріп, құбылыс білдірмейтін бедірейген көсе жүзі мен қатқыл жанары, пенде баласына оғаштау, өктем мінезі, ақырында ағадал еңбекпен емес,
Әлде қалай құпия қарақшылықпен қолға түскен қисапсыз қазынаға ұқсас, бір адам бойына сыйғызуға келмейтін ғылыми табыстар, өңкей бір сәттілік, осының бәрі ұғымды ауырлатып, әлде бір ақылдан тыс тылсым күшке, түсініксіздікке әкеп тірейтін. Журналист өзінің болашақ мақаласында доктордың характерін ашу үшін осы түсініксіздік пен қатқылдықты негізгі штрих етіп алсам да жарап жатыр-ау деп ойлады. Содан кейін ұсақ детальдар үшін қажет болар деп, үй ішіндегі бұйымдарды, олардың орналасу тәртібін мұқият қайта қарап шықты. «Жүріңіз», деді доктор корольдің алдындағы пешкасын екі орынға жылжытып. Журналист те пешкасын екі орынға жылжытты. Доктор F2-ні F4-ке жүргенде, журналист D7-ні D5-ке жылжытты. Одан кейін бір пешкасын құрбан етіп, D5-ті тағы ілгері басты. Деді доктор ойнақы көңілді үнмен. Фальк Бейердің контргамбиті. Өте жақсы. Доктор Бейкердің шахматты сөйлеп отырып ойнайтын әдеті бар екен. Тегінде ұтуды мақсат қылмайтын секілді. Сол әдетімен, сеньор Палеттелли, деді бір тұста шанышқысымен дәмді бірдеңені түйреп алғысы келіп отырған адамдай пердасын бұлғақтатып. Құдай үшін, бірдеңе айтып отырыңыз. Дүние жүзінің чемпиондығына таласып отырмаған болармыз. Сеньор Палеттелли күліп жіберді. Оныңыз рас, бірақ не айтқанды қалайсыз? Өте жақсы, біз онда бұлай қорғанайық, деді доктор С2-ні С3-ке қойып. Дүниеде болып жатқан жаңалықтарды көп білесіздер, көп көресіздер, соның бәрі әңгіме. Оныңыз рас, деді журналист тағы да. Мен өте көп жүремін, әртүрлі оқиғаларға кезгем, бірақ оның бәрі сізге ұнамауы мүмкін. Ештеңе етпейді. Доктор перзасын корольдің алдына жүрді. Ұнамауы мүмкін, деді журналист сөзінің аяғын қайталап. Соны айтты да атын печканың алдына шығарды. Себебі менің саяхат сайын көріп қайтатындарымның бәрі көңіл жабықтыратын аянышты уақиғалар. Солай ма? Доктор, дәл солай. Доктор Бейкер қарқылдап күліп жіберді де оң қанаттан рокировка жасады. Қайтеміз енді. Анда-санда жабығып алғанда дұрыс шығар. Табиғат берген құбылыстың бәрін адам баласы аңсауға тиісті. Мейлі ол қуаныш болсын, мейлі уайым болсын. Өйткені адам үшін ең жаманы зерігу. Зерігуден басқаның бәрі салыстырмалы түрде айтқанда түгел жақсы. Сонымен сізге көңіл жабықтыратын әңгіме керек қой. Доктор ұзақ ойланып отырып қалды да кенет қуанып кетті. Шах, деді. Көңіл жабықтыратын бір әңгіме айтыңыз. Журналист корольдің алдын пілмен бекітті. Біздер үшін ел аралаудың ең алдымен саяси мәні қымбат. Әртүрлі халықтардың тарихымен, әлеуметтік жағдайымен, дәстүрлерімен, әдет-ғұрыптарымен танысамыз. Соңғы сапардан жинаған материалдарымды жинақтап отырып, мен жақында мынандай бір пікірге келдім. Жалпы болашақ атаулы бәрімізге бірдей, және бірдей қажет десек те, жеке адамдардың тілек мақсаты, мұң-мұқтажы бір-біріне ұқсамайды ғой. Айталық, біреуі аш, екіншісі жалаңаш, үшіншісі ауру. Аш адамға тамақ керек, жалаңашқа киім, ал ауруға тек дәрі керек. Олардың қажеттерін шатастырып, үлестіруге болмайды. Халықтарда сол сияқты. Біреудің мұқтажы біреуге игілік боп жарымайды. Әлгі өзіміз баспа беттерінде цивилизацияны ту етіп, адамзат мүддесі деп даурығып жүргеніміз, үстемдік құрып отырған 4-5 ұлы халықтың ғана мұқтажы тәрізді. Сіз жүрмей қойдыңыз ғой. Кешіріңіз. Журналист бір сәт шахмат тақтасына аңтарыла қарады да, қолайлы ештеңе таппағандай, шеткі печканы ысыра салды. Болмаса, мемлекеттер өмірінің негізі жүгінері экономика емес, мораль болатын кез жетті емес пе? Айтыңызшы. Шах, деді доктор. Әлбетте солай болуға тиісті, деді журналист корольді асығыс атпен жаба салып. Бірақ іс жүзінде олай емес. Бір халықтың ар-намысынан $1 ықпалы күшті. Біздер халық үшін деп әуелі тамаша бір идеяларды тауып аламыз да, артынан сол идея үшін халықтың өзін құрбан еткіміз келеді. Мұның бәрі рас болу мүмкін, бірақ сіз айтқандай көңіл жабықтыратындай аянышты әңгіме емес. Рас, деді журналист келісіп. Аянышты халді мен тек соңынан көрдім. Тіпті соғы ойымда жоқ еді,
Аяқ асты шешілді. Біз түнгі сағат 5-те келдік. Одан тағы да самолетке отырып 3 сағат ұштық. Мен осы ғұмырымның ішінде мұндай керемет табиғат көріктін кездестірген емеспін. Жер беті көз тұнған көк жасыл бірдеңе. Сан салаға бөлінген өзендер дененің құжынаған қан тамырындай 100 таран болып айқасып жатыр. Енді оны тілмен айтып, сіз осы қай жерде айтып отырсыз? Журналист сонда мен бағанадан не айтып отырғанмын дегендей докторға көзілдірігін алып таңырқай қарады. Амазонка ғой, Бразилияға барғанымды айтам. Доктордың көзілдірік жақтауынан асып тұрған биік қабағы дір ете қалды. Айта беріңіз. Біз Ньямбикуара тайпасының территориясына қондық. Олардың біраз сондағы американдық миссионерге жалданып жұмыс істейді екен. Мұнаны қараңызшы. Миссионерге Нью-Йорктан немеренісі келген. Жолай суық тиіп тұмау болыпты. Соның әкелген тұмауынан бір күнде 50 индейец өлген. Менің балаларымның ыстығы көтерілсе, бүкіл тайпаның қыл үстінде тұрғаны, дейді миссионер. Индейстер үшін тұмау ең қауіпті жұқпалы аурулармен бірдей көрінеді. Мен сол арада тұратын дәрігер жігіттің көмегімен Мату-Гросу штатындағы бірнеше тайпаның мекенін араладым. Индейстер отанын қазір жасыл тозақ деп айтайды. Бірақ Амазонканы тозаққа айналдырған улы жыландармен ауру тарататын масалар емес, түпсіз құрдым батпақтармен, ажал көлдерде емес, адам жегіш балықтармен каймандарда емес, кәдімгі цивилизациямен мәдениет апармақ болған ақ ниетті ақ адамдар. Мұна сіздің... деді доктор тағы да естімей қалғандай. Мен алғашқыда жергілікті тайпалардың этнографиясы, әдет ғұрпы, салт жоралары туралы жолжазба стилінде көлемді мақала жазбақ болғам. Бірақ мен кеш қалыппын. Тайпалардың көбісі жер бетінен мүлде құрып кеткен. Мәселен, Арипуана өзенінің бойында Цинталарга тайпасын пулеметпен қырыпты. Кейін самолетпен жүріп тексергенде бірде-бір индейцтің тірі қалмаған айқындалған. Әрине, оның бәрін жасап отырған сол жердегі каучик фабрикасының қожасы. Оның қаруланған 5 бандитті $800 жалдағаны да айқындалған. Бірақ бұл қылмысты айыптауға ешкімнің шамасы жетпейді. Өйткені ол жоғарғы үкімет орындармен байланысып жатқан құпия әрекет. Ал Тапаюна тайпасына не істеген дейсіз ғой? Тапаюнаға мышьяк қосылған бірнеше жәшік қант сыйлаған. Кейбір деревняларда лашықтарға кіріп, семья бас сайын үлестіріпті. Бір жетінің ішінде Тапаюна жоқ болған. Содан кейін кезек Паташоға келеді. Деревняға жалған дәрігерлер келіп, әр адамға 2-2-ден укол салған. Шприцтің ішінде кісі өлтіретін шешек вакцинасы бар. Паташо шешектен өлді деп жазыпты кейін кейбір этнографтар. Бәрі рас. Паташо індеттен қырылды, бірақ індет қолдан жасалды ғой. Нәсіл құрып барады. Ақ адамдар джунгли ішінде ең соңғы индейстерді аулап жүр. Деді доктор Бейкер 3-ші рет қайталап. Сөйтті де қолы қалтырап, ұстап тұрған атын тақтаға қарамастан жылжыта салды. Доктор, ат бұл араға келе алмайды ғой. Не? Кешіріңіз. Мен тіпті қате жүріппін ғой. Доктор атын 2-ші рет жүрді. Бұл араға да келе алмайды. Доктор Бейкер есінен жаңылған адамша не істерін білмей шахмат тақтасына меншие үңіліп отырып қалды. Журналист докторға таңырқай қарады да, бәлкім мұнда жүргіңіз келген болар, деп қолынан атталып 14-ке қойды. Рахмет, сеньор Палеттели. Мен дәл сол жерге жүргім келген. Айта беріңіз. Қазір ғалымдар тек өлген тайпалардың этнографиясын жазуда. Тек естігендерін жазуда. Әрине. Өйткені растайтын бірде-бір куә жоқ. Жақында тағы бір Араку тайпасының құрып біткен айқындалды. Немене? Деді шүберектей боп боз болған доктор орнынан тұра беріп. Журналист докторға үрейлене қарады. Араку тайпасы... Сосын? Деді доктор қырылдап. Араку тайпасынан да бірде-бір адам қалмаған. Неден қырылғаны белгісіз. Мекен жайлары қаңырап бос қалды, деп жазды. Доктор соқыр адамша креслоның жақтауларын сипалап, бір түрлі меңірeuленген күйі қайта отырды. Сонда олардың жазығы не? Деді журналист әңгімесін сабақтай.
Бразилия орманында жаратылып өсіп өнгендігі ме? Әлде қисапсыз байлығы ма? Иә, дәл солай. Бұл күнде жердің кеңдігі мен байлығы да халықтың сортына айналған. Болмаса 17 ғасырда темірден зат жасап, мәдениет құрған, Пастерге дейін жыланның уына ем ойлап тапқан, Европаға картоп пен помидор егуді, қызылбұрыш пен темекі егуді үйреткен 2 миллион индейстен бірнеше жүзі қалғанына кім жауап береді? Ғалымдардың айтуынша енді 10 жылдан кейін бірде-бір индейец қалмайды. Қалса, тек зоопаркке қоюға бірді-екісі қалуы мүмкін. Менімен айтысқан бір миссионер, олар қолдарына түскен тұтқындарын жейтін көрінеді ғой деп жазғырды. Бүкіл Бразилияда адам етін жейтін бірде-бір тайпа жоқ. Ол дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Сонда шын мәнінде адам жегіштер кім болып шықты? Журналист қалтасынан сигарет алып тұтатты да, көкшіл түтін арасынан сығырайып, кінәлаған адамдай докторға қарады. Мен осылардың бәрін құлағыммен естіп көзіммен көрдім. Көрдім де бұл бүкіл адамзаттың ардына басылған өшпес қара дақ деп түсіндім. Біз жұмсақ диванда жатып, қосыла алмаған 2 жас туралы романдар оқып, немесе фильмдер көріп, көзімізге жас аламыз. Біз бір адамның тағдыры үшін жер жүзінің прессаларын шулатып, ұрандар ұстап, көшеге шығамыз. Қылмыстының жазалануын талап етеміз. Өлім жазасына бұйырамыз. Ал тұтас бір нәсілдің, бірнеше халықтың құрып кетуін қай тілде суреттеп беруге болады? Халықты өлтірушілерге адамға біткен санамен қандай жаза ойлап табуға болады? Доктор Бейкер. Доктордың бұдан әрі тыңдауға шамасы жетпеді. Тағы да соқыр адамша сипалап жүріп кнопканы басты да қызметшісіне: «Сеньор Политтелиді шығарып салыңыз», деді кекештеніп. Содан кейін ол журналистің қалай қол беріп қоштасқанын, жайсыз әңгіме айтып, көңіл күйін бұзғанына кешірім сұрағанын, шығып бара жатып қалпағын түсіріп алғанын аңғарған жоқ. Есік баяу сықырлап, сырттан жабылғанда доктор есінен танды. Доктор Бейкер құрысқан саусақтарын қызметшісі сындыра жазып жатқан кезде есін жиды. «Мырза, мен дәрігер шақырттым, қазір жетуге тиісті», деді абыржыған қызметші доктордың жүзіне үрейлене қарап. Доктор Бейкер қалтасынан орамалын алып, тер бұршақтаған маңдайына басты. Басын салбыратып, ойланып отырды да: «Дәрігердің қажеті жоқ, қайтара сал», деп қызметшісін шығарып жіберді. Доктор мелшиіп ұзақ отырды. Талма ауруына ұшыраған адамдар есінен айырылып, оянғанда мидың қайсы бір бөліктерінде жаңғыру процесі пайда болып, әлдеқашан ұмыт болған оқиғалар, ұсақ детальдар, тіпті айы, күні, сағаты, минутына дейін айқындалатынын ол бұрыннан білетін. Тап қазіргі ақыл ойындағы әлдебір жаңарған айқын елестерді де сондай сәтке ұқсатты. Ол қалың том кітаптың арасынан жабылып кеткен бір парақты іздеген адамдай уақытты кері санап, түгендеп жатып, кенет кілт тоқтады. Цивилизация әлемінің Нью-Йорктегі 100-ші қабат үйлер мен жарқылдаған жасау бұйымдардың өлшеусіз салтанаты мен дабырақ қошеметінің, әлемге әйгілі болған даңқ пен ғылыми табыстардың, талантына бас ұрған сансыз тобырдың, ақ ұрған даурықпасының, тағы сол сияқты өмірдің ойлануға мұрша бермеген әртүрлі алданыштарының астында әлдеқашан ұмыт болып, өлдіге саналған бір тіршілік әлдеқалай жаны бітіп, қыбыр еткендей болды. Және ол, о дүние мен бұ дүниенің ара қашықтығындай алыста, тым алыста қалған тіршілік еді. Доктор Бейкер сол сәтте адам баласының ұзақ ғұмырында бір-ақ рет кездесетін, болмаса кездеспейді кете беретін айрықша тағдыр қалтарысына тап болғанын, және ендігі ғұмыры осы қалтарысқа байланысты екенін түсінді. Бірінші бөлімнің соңы. Оқыған Алмұрат Әйгерім.